Оқу ордамызда 10 қараша күні тәрбие және әлеуметтік жұмыс жөніндегі бөлімнің бастамасымен 2 жұлдыз атты жарыс ұйымдастырылды. Шара университетімізде алғаш рет өткізіліп отыр. Додада 7 факультеттен 7 жұп өзара бақ сынасты. Ерекшелігі жұлдызды жұптар студент пен оқытушылардан құралды. Сайыста қатысушылар 2 кезең бойынша өнер көрсетті. Ана тілінде еркін ән салған жұптар өзге тілде де кідірмей шырқады. Сахналық мәдениеті мен ерекше киім үлгісімен шоу жасаған сайыскерлер көрерменнің көңілінен шықты. Маған байқау ұнап отыр өте, және жоғары дәрежеде өтіп отыр. Бұл байқауда бүкіл факультет маған ұнап отыр, бірақ ішіндегі ерекшесі гуманитарлық факультет, мен соларға жанкүйер боламын және қолдау көрсетемін. Бүгінгі байқау менің ойымша жоғары дәрежеде өтіп жатыр. Күнделікті теледидардан көріп жүрген 2 жұлдыз жобасы бүгін біздің университетімізде өтіп жатқанына мен өте қуаныштымын. Сайыс оқытушы мен студент арасындағы өзара байланысты дамытуға бағытталған. Сонымен қатар мұндай шаралардың жастар белсенділігін арттырып, ұйымшылдықтарын нығайтуға тигізер септігі мол. Сайыскерлер арасында ең жоғары балл жинаған гуманитарлық факультет, педагогика және психология, физика, математика, жаратылыстану техникалық факультеттері өзара сайысқа түседі. Өте жақсы жоғары деңгейде өтті. Жалпы ұстаздар болса да, білімгерлер болса да, арасында кәсіби әншілер жоқ. Бірақ өздері сол білім ән айтуға деген әннің мәтініне қарай, жалпы сценарий, қойылымға сюжет жасап, соған тырысып, өзінің деңгейлерін көрсетуге тырысты. Жалпы мен ойларым, әсіресе гуманитарлық факультеттің қойылымында, ән айтуда қойылымы ерекше. Ондағы жалпы ой, идея, ондағы шарықтау шегі, ондағы жалпы әндегі әрбір кейіпкердің бейнесін келтіре отырып, енді дауыстар ерекше болмаса да соған сай бейне көрсете біліп, соны анықтай білді, аша білді. Әділ, шынайы, ақиқатты шешім қабылданды. Шара соңында келесі кезеңге жолдама алған сайыскерлерге тапсырма берілді. Отандық және шетел эстрада әншілерінің әндерін орындайтын болады. Ақтық сын қарашаның 22-сінде өтпек. Гүлнұр Қанатқызы, Асхат Жұмабаев, оқу телестудиясы.